Шай түрлерін біле жүріңіз. Шай ішпейтін қазақ кемде-кем. Көпшілік отырыстарда, жиын тойларда шай көп ішіледі. Шай ішсең көңілін жай демекші, осы бір сусынның көптеген жақсы жақтары бар. Кейбірін суық дегенде ішсе, енді бірін жан тыныштығын қалыпқа келтіру үшін ішеміз. Біз сіздерге шай түрлерінің қасиеттерін айтып көрелік. Және де қазақтың шай беру дәстүрі жайында айтатын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймыз. Қарақат қосылған шай. Қарақаттан жасалған шайды суық тиген кезде кешкі уақыттарда ішеді. Жаныңызға жақын жандарыңызбен бірге әсем кеште әсерлі әңгіме аясында ішілген шайға жететін не бар? Түймедақ қосылған шай. Түймедақ сіздің тәніңіз бен жан дүниеңізді тыныштандырады. Мұндай шайды ішкен кезде барлығы жақсы, бәрі тамаша екенін түсінесіз. Жебіршөп қосылған шай. Жебіршөп ауырсынуды басады. Ежелгі гректерде жебіршөп сөзі рухтың күш-қуаты деген мағынаны береді екен. Қанық әрі хош иісті жебіршөп құрамында В және С дәрумендері бар. Аталған өсімдік Ресейдің оңтүстігінде, Украинада және өзге де жылы климатты Европа елдерінде Кавказ, Қырым тауларының етегінде өседі. Жөке қосылған шай. Жөке өсімдігінің пайдалы һәм әйгілі екені баршаға мәлім. Негізінен жөке ағашы барлық жерде өседі. Алайда оны киелі санап, ғибадатханалар мен шіркеулердің маңайына отырғызған. Ертеректе өмірге бір сәби келсе, баланы қорғайды деген сеніммен бір тал жөке ағашын отырғызу дәстүрі болған. Жөке шайын әсіресе жылдың суық уақытында ішкен дұрыс. Суық тиюден қорғаумен қатар ағзаны қажетті дәрумендермен толықтырады. Жоғары температура мен тыныс алу жолдарының қабынуына көмектеседі. Бүлдірген қосылған шай. Бүлдірген сіздің жан дүниеңізге рахат сыйлайды. Жаман ойлардан арылтады. Бұл ұзақ жасайтын шөптесін өсімдік. Құрамында В1, В2, С дәрумендері, кальций, фосфор, калий минералдары, микроэлементтерден темір, мыс, марганец, фруктоза, глюкоза кездеседі. Қара жидек қосылған шай. Қара жидек көзге жақсы ем. Өмірге деген көз қарасыңызды өзгертуге септігін тигізеді. Медицинада қара жидекті көз ауруларына қарсы дәрі жасауда қолданады. Бұл өсімдік көздің шаршауын тежеп, көруін жақсартып, қалыпқа келтіреді. Қазақтың шай беру дәстүрі. Қазақта шай беру сыйластық пен қонақ күтудің бір белгісі саналады. Сондықтан оның жөн-жоралғысына қарай әр кезде әртүрлі ұсынады. Соған орай шайдың да түрлері көп. Көңіл шай. Адам өмірінде қуанышты да, ренішті де жайлар бола береді. Қуанышты жағдайда көңіл білдіріп, құтты болсын айту бар. Ал кейде адам басына іс түскенде тұрмыста кездесе беретін қиын жағдайда ренішті, күйінішті кездерде қиыншылыққа ортақтасып, ақыл кеңес береді. Ашулы сәтте басу айтады. Міне, осындай кездерде ауылы аралас, ағайын туыс көңіл білдіреді. Оған рухани жәрдем береді. Үй иелері оларға әрине дастархан жаяды. Аталған екі жағдайда да жайылған дастархан берілетін ас судың аты көңіл шай. Көңіл білдіру мен көңіл айтудың мәні екі басқа. Тәтті шай. Кейде ата-ананың келісімінсіз қызды алып қашып үйленетін кездерде болады. Мұндай жағдайда жігіт жағынан құдалардың аяғына жығылуға, яғни кешірім сұрап, келісімге 4-5 адам барады. Олар арғы-бергі жақтан сөз қозғап, ата-бабалардың салған жолы деп дәлелдеп, қыздың ата-анасы мен туысқандарының бетін бері қаратып, жігіт ауылына шақырады.
оларға кең дастархан жаяды. Бұл рәсім тәтті шай деп аталады. Демек, бұл атына сай. Құда құдағилардың танысу, білісу, келісім, ынтымақ шайы. Мұнда жақсы тілектер айтылып, алдағы той жайы әңгіме болады. Тәтті шай ренжіскен адамдарды татуластыруға беріледі. Бейсенбі жұма шай. Бейсенбі жұма шайлары бір отбасының адамы қайтыс болғанда, осы күндерде аруаққа бағышталып жайылатын дастархан. Бұған жақын туған туыстар, жанашыр адамдар келеді, дұға оқылады. Марқұмның жақсы істері мен мінез құлықтары да айтылады. Көңіл айтуға кешіккен адамдар да осы күндері келуге тырысады. Күзем шай. Істің басталар сәтінде де, ол аяқталған сонда халық атаусыз, ескерусіз қалдырмайды. Мысалы, күзем алынып болған сон, әр үй бір-бірін шайға шақырып, көңілді кеш өткізеді. Оның аты күзем шай. Пішпе шай. Бұл жылқыны ақтайтын тағы да басқа үй жануарларын тарттыратын кезде жасалатын дастархан мәзірі. Бұған құтты болсын, мал басы көбейсін деп тілек білдірушілер және сол жұмысты атқарғандар қатысады. Өнердің ең жаманы бұқа пішер. Ол тағы бір аяқ айранды артық шер деген сөз осындайдан қалған. Шашу шай. Қазақ әр науқандық шаруашылық кезінде немесе жаңа іс басында бас қосып, үй иесі осындай атпен аталатын қазан асады, шай дайындайды. Мұндай шашулар сиыр бұзаулап, уыз пісірілгенде, малға ен салғанда, қой қырқымы, жылқы күземі аяқталғанда, науқандық шаралар кезінде жасалады. Өз денсаулығын жақсы күтетін, өз өмірін жақсы жаққа қарай өзгерткісі келетін, сапалы адам болғыңыз келсе, арнаға тіркеліңіз. Өміріңізге пайдалы видеоны басқа адамдарда көрсін десеңіз, біздің еңбегімізді бағалап, лайк басып жақындарыңызға таратсаңыз, біз қуанышты болар едік. Көп рахмет. Аман, сау болыңыздар.